Кеш жарық құрметті көрермен, Оркен Медиа арнасында жаңалықтар уақыты. Студияда Диана Ерланқызы. Бүгінгі күннің жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Алдымен аңдатпа. Құбырлар жаңаруда. Қалада жылу желілерінің өткізу қабілетін арттыру жұмыстары жүргізілуде. Жаңа талап. Мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидалары өзгерді. 2026-2027 жылдары Қазақстан тарихында алғаш рет спорттың бірнеше түрінен бірден 7 әлем чемпионаты өтеді. Осылайша еліміз әлемдік спорт аренасында өз позициясын нығайтуды жалғастыруда. Бұл отандық спорт пен еліміздің халықаралық беделі үшін маңызды оқиға болмақ. Алдағы жарыстар туралы толығырақ келесі бейнематериалда. 2026 жылы еліміз күрес түрлерінен әлем чемпионатын қабылдайды. Ал 2027 жылы Елорда Астана қаласында бірден 6 әлем біріншілігі өтеді. Атап айтқанда жасөспірімдер арасында шорт-трек, бокс, үстел теннисі, дзюдо, таеквондо және киберспорттан әлем чемпионаттары ұйымдастырылады. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, ауқымда халықаралық жарыстарды өткізу Қазақстанның өңірдегі жетекші спорт орталықтарының бірі ретіндегі орнын нығайтып, спорттың, туризмнің және экономиканың дамуына қосымша серпін береді. Турнирлердің басым бөлігі бойынша алдын ала мерзімдер белгіленген, ал киберспорттан әлем чемпионатының нақты уақыты кейінірек жарияланады. Ведомство өкілдерінің айтуынша, әлем чемпионаттарының осыншама көп санын өткізу құқығы Қазақстанның спорттық инфрақұрылымының жоғары деңгейде дамығанын, халықаралық жарыстарды ұйымдастырудағы табысты тәжірибесін және әлемдік спорт қауымдастығының жоғары сенімін көрсетеді. Мереке күндері алкогольді ішімдік ішіп, көлік тізгініне отырған жүргізушілер полиция назарынан тыс қалмады. Балқашта жүргізген тексеріс барысында бірнеше заң бұзушылық тіркеліп, 4 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Демалыс күндері Балқашта мас күйінде көлік тізгіндеген 4 жүргізуші ұсталды. Қазіргі таңда олардың барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айта кету керек, мереке күндері тәртіп сақшылары күшейтілген қызметте жұмыс істеп, жол қозғалысы қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлді. Нәтижесінде небәрі 2 күн ішінде 4 жүргізушінің заң бұзғаны анықталды. Солардың бірі 7 шілде күні таңғы сағат 6:00 шамасында қала сыртындағы демалыс аймағында тіркелген. Балқаш қаласы аумағы бойынша осы жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында біздің патрульдік полиция қызметкерлерімен табанды жұмысты атқарғанның арқасында біз қазіргі уақытта осы былтырғы жылмен салыстырған кезде жол көлік оқиғаларының 50%-ға азайғанын байқап отырмыз. Оның бәрі осы табандылық, өрескел әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтаудың арқасында жеткен жетістіктер деп айта аламын. Жаңағындай заңға қайшы әрекеттердің біз жыл басынан 49 фактісін әшкерелеп, әкімшілік жазаға тарттық. Осы алдымыздағы аптаның өзінде біз 4 сондай 608 бап бойынша сондай әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтадық. Оның ішінде жаңа айта кететін болсақ, Шұбартөбек біздің жаңағы демалыс орындарында 19 жастағы осы біздің азамат Toyota машинасымен полиция қызметкерлеріне бағынбай қашып, соны ұстау барысында ол адамның жаңағында жүргізуші куәлігінің жоқ екенін, автокөлікке жаңағындай ішімдік ішіп отырғаны анықталып, қазіргі уақытта ол адам біздің уақытша ұстау изоляторына 20 күнге қамалып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды. Тексеру барысында полиция қызметкерлері техникалық талаптарға сәйкес келмейтін бірнеше автокөлікті тоқтатқан. Құқық бұзушыларды медициналық куәландыру нәтижесінде олардың алкогольдік масаң күйде көлік басқарған анықталды. Аталған фактілер бойынша әкімшілік материалдар рәсімделіп, жүргізушілер қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылды. Тәртіп сақшылары тұрғындарды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және алкогольдік ішімдік ішкеннен кейін көлік тізгініне отырмауға шақырады. Мас күйінде көлік басқару жүргізушінің ғана емес, өзге жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретінін өрескел құқық бұзушылық. Мас күйінде жаңағындай бірінші рет адам ұсталынса, яғни біз әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 608 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Егер де сол азамат екінші рет жаңағындай ұсталынатын болса, мас күйінде, онда біз Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 346 бөлімінің 1 бабы бойынша, яғни 5 жылға шейін соттауға дейін жаңағындай шара қолданамыз. Бұл жерде уже уголовная ответственность болады.
Мемлекеттік ту бейнеленген киім үшін айыппұл салынуы мүмкін. 13 шілдеден бастап мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидаларына енгізілген жаңа өзгерістер күшіне енеді. Енді мемлекеттік ту бейнеленген киімді пайдалану кезінде заңда белгіленген талаптарды сақтау міндетті. Толығырақ келесі материалда. Жаңа қағидаларға сәйкес енді азаматтар мен ұйымдар мемлекеттік туды тұрғын немесе тұрғын емес ғимараттарға, оның ішінде балкондарға іле алады. Сондай-ақ оны салтанатты, мәдени, спорттық және қоғамдық іс-шаралар кезінде пайдалануға рұқсат етіледі. Бұл ретте мемлекеттік ту ұлттық стандарт талаптарына сай болуы, таза, бүтін әрі зақымданбаған күйде сақталуы тиіс. Сонымен қатар ту жерге, суға және де басқа да беттерге тимеуі қажет. Балкондарға ілінетін жағдайда туды 45 градус бұрышпен орналастыру ұсынылады. Ал жеке тұрғын үйлерде ол жерден кемінде 3 метр биіктікте орнатылуы тиіс. Сонымен қатар құжатта бірқатар шектеулер де белгіленген. Мемлекеттік туды жарнамалық мақсатта пайдалануға, сондай-ақ оны киім, төсек орын жабдықтары, дастархан, перде және тұрмыстық бұйымдар ретінде қолдануға тыйым салынады. Ерекшелік ретінде спортшылардың спорттық киімі мен жабдықтарында мемлекеттік рәміздің бейнесін орналастыруға рұқсат етіледі. Ал мемлекеттік туды қасақана бүлдіргені немесе оны мақсатсыз пайдаланған үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік қарастырылған. Жастарға жаңа мүмкіндік. 13 шілдеден бастап өз идеясын жүзеге асырғысы келетін жастардың құлағына алтын сырға. Қарағанды облысында тәуелсіздік ұрпақтары грантына өтінім қабылдау басталып, үздік жобаларға қаржылай қолдау көрсетіледі. Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының тапсырмасы бойынша тәуелсіздік ұрпақтары гранты жүзеге асырылуда. Жоба ғылым, ақпараттық технологиялар, мәдениет, медиа, бизнес және волонтерлік бағыттардағы жастардың әлеуметтік маңызы бар бастамаларын қолдауға бағытталған. Конкурсқа Қарағанды облысында тұратын 14 пен 34 жас аралығындағы жастар қатыса алады. Жалпы грантты қаржыландыру көлемі 50 миллион теңге. Әр жеңімпазға өз жобасын жүзеге асыру үшін 2 миллион теңге көлемінде грант беріледі. Құжаттарды Сарыарқа сызықша жастары.kz сайты арқылы онлайн немесе Қарағанды қаласы Гоголь көшесі 31-ші мекенжайындағы 204-ші кабинетке жеке тапсыруға болады. Тәуелсіздік ұрпақтары гранты жастардың тың идеяларын қолдап, оларды нақты жобаға айналдыруға мүмкіндік береді. Байқау жеңімпаздары өз бастамаларын жүзеге асыру үшін 2 миллион теңге көлемінде грантқа ие болады. Өтінім қабылдау 14 шілдеден бастап 24 шілдеге дейін жалғасады. Балқашта жылыту маусымына дайындық жұмыстары жоспарға сай жалғасуда. Қазіргі таңда қаладағы орамшілік жылу желілеріне жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, тозған құбырлар жаңасына ауыстырылуда. Сонымен қатар жылу желісінің қуатын арттыру мақсатында құбырлардың көлемі ұлғайтылып жатыр. Толығырақ келесі материалда. Қазіргі таңда қаламызда жылу құбырларын жаңғырту және олардың өткізу қабілетін арттыру жұмыстары жалғасуда. Тексеру барысында анықталған ақауларға байланысты Жетебай Батыр 15 мекенжайы маңында ұзындығы 60 метр болатын жылу құбыры жөндеуден өтуде. Сонымен қатар бұл учаскеде диаметрі 325 мм құбыр 426 мм құбырға ауыстырылу үстінде. Бұл жылу желісінің өткізу қабілетін арттырып, жылу тасымалдағыштың қысымын тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Биылғы жылға капремонт жүріп жатыр. Ұзындығы 60 метр болады. Енді екі ниткасы 120 метр ғой. Енді осы аптаның келесі аптада ыстық су сөндіреміз. Осы жерде жаңағы 325-тен 426-ға увеличение тұрып ауысады. Қазіргі таңда аталған көшеде ескі құбырларды демонтаждау жұмыстары жүргізілуде. Жаңа құбырды орнату кезінде ыстық су уақытша тоқтатылатыны ескертіледі. Жөндеу жұмыстарына 10-ға жуық маман мен 4 бірлік арнайы техника жұмылдырылған. Айта кету керек, қазіргі таңда 17-ші шағын ауданында құбыр желісін ұлғайту жұмыстары атқарылуда. Осыған байланысты аталған аумақта ыстық су осы аптаның соңына дейін уақытша өшірілді. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Жаңалық күтіңіздер. Сіздермен бірге эфир тізгінінде болған Диана Ерланқызы. Өңірдің басты ақпарат арнасы әр шаңырақтың төрінде қосулы болсын.